Сәлеметсіздер ме, құрметті шеберлер? Алдыңғы сабақта біз мінеки бірінші қатарды тоқып болған болатынбыз, жәнеки осы фермуардың арт жағынан санағында төртінші тесігіне дейін тоқыңыздар деп едім. Мінеки. Енді қазір біз арман қартай тоқимыз. Дәл қазір біз алдымызда жасаған іс-әрекетті қайталаймыз. Яғни бір мойшақты алып, бір мойшағымызды алып, фермуардың алдымыздағы тесікке через одновое кіргіземіз. Мінеки ортадағы тартқаннан кейін арт жағымыздан, артымыздан іліп, қайтадан мойшағымызды айналып тоқимыз. Бұл жерде мінеки. Мына осы бірінші қатарды қалай тоқыдық, дәл солай қайталаймыз. Енді сол жағымыздағы лескаға екі мойшақты аламыз. Өзіміздің петлямызды жасаймыз. Лескамызды өткіземіз. Тартамыз. Енді қазір тағы да оң жағымызға бір мойшақты алып, мына жерде қалып қойған тесікке, міне бір тесігіміз бізде қалып қойды. Сол тесікке біз лескамызды кіргіземіз. Ақырын байлап тартып аламыз. Енді осы жерде біз қайтып келеміз. Яғни артынан қарағанда біз арт жағымыздағы кіргізген бағанағы мойшағымызға, екіншісіне тесігімізге соған қайтып кіргіземіз. Мінеки. Бұл жерде бізде мінеки қайталанып тұрады, көрдіңіздер ме? Міне. Сонда бізде мына жерде екі тігіс сияқты болады. Егер бізде басында бір тігіс болып, арғарда через одного барып отырсақ, мына жерде бізде екеуі қатар болады. Түсінікті, қыздар? Енді біз осыған қайтып келеміз де, мойшағымызды арман қартай кіргіземіз. Лескамызды мойшағымызға кіргіземіз. Бұл жерде ақырын тартып аламыз. Болдық. Енді бізге мына бір шетін біз тоқып болдық. Мінеки. Енді біз тағы да осыған екі мойшақты алмай, біз оң жағымыздағы лескамызға екі мойшақты алып, мұқият қараңыздар, бұл шеткі жағы бізге былай бұрылыс жасау керек. Сол жаққа қарай. Сол себепті біз қазір оң жақтағы лескамызға екі мойшақ аламыз. Мінеки. Енді екі мойшақты алғаннан кейін дәл солай етіп қайталап, мінеки біз өзімізге петля жасайтын боламыз. Енді сол жақтағы лескамызды кіргіземіз. Жаңағы петляға. Яғни мінеки осылай болу керек. Көрініп тұр, тартамыз, қатты тартамыз.
Міне. Так, тартып қоямыз. Енді қараңыздар. Бізде бірінші қатарды біз аяқтадық. Көрдіңіздер ме? Ал енді екінші қатарға қалай көшеміз? Екінші қатарымызды біз енді оң жақтағы лескаға, үш мойшақ енгіземіз. Бұл біздің екінші қатардың бірінші мойшақтары, бірінші үштік. Мінеке кіргіздік. Енді дәл сол сияқты жаңағыдай бірінші қатарды тоқығандай етіп, екінші қатардың мінеке үшінші мойшағына былай ілмек жасаймыз, тереуіш жасап, былай петлямыздан өткіземіз. Мен петля деп атай берейінші, өзім үйренгенде петля деп үйренгем. Енді аузым соғын бара береді қайта-қайта петля деп айтуға. Мінеке тартып қоямыз. Міне бізде осылай болып шығу керек. Енді сол жағымызды лескамызды, сол жақтағы лесканы жанында тұрған мойшаққа кіргіземіз. Тартып аламыз. Болды. Осылай болып шығады. Енді тағы да көрсете өтейін. Оң жақтағы лескамызға біз екі мойшақ кіргіземіз. 1, 2. Тағы да біз соңғы мойшаққа петля жасаймыз. Лескамызды іліп кіргіземіз. Сол жақтағы лескамызды петлядан өткізіп алғаннан кейін жаңағы тартып, мына петляның түйілген жері мойшағымыздың ортасына түскенін қадағалауды ұмытпаңыздар. Мінеке көрдіңіздер ме? Менде шығып кетті. Міне жерде көрініп тұр мінеке. Міне шығып тұр, көрдіңіздер ме? Оны біз мойшағымыздың ортасында болатындай етіп тартып қоямыз да, тартып келтіреміз. Жақсы. Енді ары қаратай жаңағы сол жақтағы лескамызды астынан өткізетін боламыз. Міне. Тағы бір көрсетіп өтейін. Соңғы мойшаққа петля, сол жақтағы лескамызды өткізіп аламыз петлядан және тартамыз. Сол жақтағы мойшаққа өткіземіз. Міне, көрдіңіздер ме? Арман қаратай жалғастырамыз. Осылай жаңағы жерден поворотты қайталап үйтіп біз 11 қатар тоқуымыз керек. Бірақ жақын арада менде лескам бітіп қалады. Сол кезде мен сіздерге лесканы қалай арман қаратай жалғастыру керек екендігін көрсетемін. Бұл бізде 3-ші сабақта болады.